The one and only дейді. Бізді ешкім Таппайды таппайды дейді. Сендер іздеп отыр, ешкім жоқ дейді. Жестко бар ғой. Ну, не дейсің енді? Келін келсе ұйқыңды тастап кел дейсің. Просто өлең дұрыстап тыңда, сосын түсінесің да, сосын келесің, сосын қызық болады десең. Сосын болды. шандай бір шақырып отқан сияқтысың да жаймен деп. Дұрыс қой, бізді ешкім таппайды. Ей, тастап келіп отыр. сендерді іздеп жатқан ешкім жоқ дейді. Жалпы the one and only дейді. Сізді ешкім іздеп жатқан жоқ. Сондықтан да бізді ешкім іздемейді. Каку? Гаку, топассыңдар ма дейді. Мыналар точно накрутка ғой, кім береді бұл шириктерге дауыстарын, или әрі қарай притворяться ете береміз ба дейді. Жестко. Біріншіден өзім білем 32, өзің білеткенсің. Туап не деп тұр навала қызбай или? Мүмкін Гаку, енді өздерің жауап бересіңдер десең. Мен ешкімнің артынан жауап бермей қойын. Накруткін жауап бердіңдер. Накруткін ма? Енді білмеймін, ол накрутка ма, накрутка емес па, адамдар дауыс беріп жатыр ғой. Мен үйде жүрмін, музыка жазып. Қан айтты ғой. Анау білмесе айтады. Мен білмеймін. Кім біледі екен, Гакуден сұрау керек оны. Ширектерге дауыстарын, типа біз шилик дейді. Шилик болу керек. Нормальное слово же, типа. Шилик. Әрі қарай притворяться ете береміз ба дейді. Но енді ете берейік, бүкіл Қазақстан притворяться етіп жүр ғой. Бәріміз жүріп қой. Сашка Тру дейді. Сашка Тру. Агрессивно худой. Один агрессивно худой дейді. Другой выпендрежно радужный. Короче, вы поняли, кто есть кто в этой песне Спарт. Пестрый Спарт. Біріншіден қай аты кім? Сашка Тру дейді. Ол Сашканы терет етіп отқан адам жазып жатыр. Екіншіден Хабар бар біреу ғой. Сашканың арқасын теретитіп ал, сосын барып сұрақ қой, нормально. Сашкаға айтып отқан бар, может, агрессивный артын теретитіп отқан тырнап алған ғой. Короче, вы поняли, поняли, давайте. Рейтинг шоу дейді. На, өзін оқай. Шоу дейді. Исполат не деген балдарды құрта жазапты ғой дейді. Не айтасың? Енді бәрі нормально орсын. Ешкім құртылып атқан жоқ. Енді Чико Шамал баяғыдан сондай деп айтады. Дико лав. Осыларда ертең бір әулеттің күйеу баласы болады ғой дейді. Сенің үйіңе барам ертең, хабарласамын дейсің да. Дико лав. Папасы күтіп тұрса сен сияқты. Шаш. Мен сияқты шашмен қалай ол сонда? Малика 2003 дейді. Вам не стыдно так Исполата доводить? Ол да адам емес па, сендерге қанша жақсылық істеді дейді. Сонда біз не адам емес сіз не? Сол, дұрыс жауап берейік. Біз не адам емес сіз не? Біз ештеңе естіген жоқпыз Исполатқа. Сондықтан да бәрі нормально қазір, что там, әлі жазып жатсыңдар ғой, қанша уақыт өтіп кетті оның бәрі. Жақсылық істеді, мойындаймыз, ол жақсылық істеді, біз де жақсылық істедік. Бәріміз бір-бірімізге жақсылық істейік. Бейбітшілік. Бейбітшілік. Адема Балғыбаева Чингизова дейді. Ішіндегі ұл Смитпен дос, екеуі баяғыда бірге блог түсірген. Сол ұл Смитқа туалеттің суын ішкізген дейді. Смиттің каналында бар дейді ол. Ё-моё. Не істейсіңдер сендер? Уилл Смит деп тұр ғой. Уилл Смитпен достас болғансың ғой. Уилл Смиттің баласын білесің ба? Окей. Шақтап тұрғандай. Еще бүйтіп тұр андай. Адамдар ойлап отыр ғой, примерно. Мен ондай емеспін.
сен иә сондай ойлап қалмаңдар екеуі бір тұқымдас вообще бір жерден шықты иә батыстікі дейсің ғой иә элисон дейді байым бол дейді ол базар жоқ идея да байым бол да типа ана q типа қыз мен түсіндім мен түсіндім типа q деген андай q деген ұқсайды да и біз айтамыз байым бол бекетші это кю окей иттің баласы дейді иттің баласы жүрді хорошо поете ит айтып жатыр бізге иттің баласы хорошо поете дейді но мне интересно когда вы облысеете от пергидроля дейді пергидроля пергидроль деген шашты бояйтын сондай не химикат. я білмеймін бүгін неше цвет неше цвет сенде у меня почти были все цвета которые есть и шашым качественный в общем атырауские нормально мама рахмет гены хорошо поете дейді рахмет иттің баласы ит қандай порода соны айтамын чуха қой жазып жатса Демижан Муратов я человек простой дейді слушай галимый автотюн выключаю дейді жаман кетті жаман кетті Не дейсіңдер енді? не дейміз дейсің не деймін дейді сондай автотюн қосып бере аласың мен ол емес екен я человек простой слушаю галимый автотюн дейді сен естественно рэпер болдық амал жоқ вокалист болып кетті енді оңай емес шоу-бизнесте шамалы еще қозғалып жүру билейміз керек еще рэп билейміз оқимыз еще өлең айтып жүрік так что чуть-чуть болсын цените нас уважайте и Голосуйте. иә голос беріңдер лайк басыңдар инстаграмға жазылыңдар Реклама не күшті. в общем сол о маған жазып жатыр мен өзім Music оқимын Love дейді. Music Love Тико супер еску не очень я вообще өзім оқимын не не очень Music Love дейді Тико супер еско не очень но норм дейді ал Тико жасыл шашты круто дейді рахмет иә ну нормально болса енді қалай айтуға болады ренжітпеңдер маған қазір Джейден Смит есіме түсіп кетті мен көп ұстай бермешімін все кеттік